Ал енді жалпы санат ағылай деген жігіттерге жаман емес көлік, жақсы, іші кең, артында 3 адам жаймен отырады, ешқандай мәселесі жоқ. Мына 2012-ден бастап шыққан көліктерде маслина форсунка бар. Сондықтан бұның моторы өте жақсы. Енді интернеттен қарасаңыз, жалпы бұнда әсіресе украиндықтар көп әкеледі сол жақтан. Осы газбен жүретін, 2 литр газбен жүретіндерді қарасаңыз, солар енді 500 мың, 600 мың жүрген соң миллионға дейін жүреді деген нелері бар. Соны дәлелдеген, көрсеткен кәдімгідей. Арты дегенде міне, артына міне аяққа да 2 ортада орын жетеді. Міне бір орнатса, екінші адам отырса, үшінші адам отырады. Кен, іші кен, жайлы, төбеңізге де қолыңыз нетпейді, басыңыз тимейді. Кен машина, оған жүрісі де жақсы. Сондай ойланып жүрген жігіттер болса, ондай қалай келеді, санаты қалай дегендерге. Біздің жаққа мен өзім бұны 7 жыл теуіп жүрмін, өте тамаша. Өзім ұнайды. Сондықтан газбен қалай дегенде, газда Астанада 35-40-қа дейін болады ғой, аязданда сонда кейбір кезде. Далада тұрып қызады, ешқандай мәселе жоқ. Газы қатады деген әңгіме жоқ ешқандай. Қатпайды ешқандай газ. Ел айта береді. Сондықтан жақсылықта болайық, аман есен болыңыздар, жолдарыңыз болсын.